Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видеода коленвал датчикті қалай тексереміз, жұмыс істейтін істемейтін. Яғни мінекей коленвал датчикті жаңартып алдық. Мына өзінің штекерін қыстырамыз. Содан кейін замок зажигания, яғни кілтті ашамыз. Кілтті ашқан кезде жаңа бензин қосылады. Енді қалай оны тексереміз? Кілт ашық тұр. Мынандай кілтті аламыз да, мына басында магнит бар, соған тигіземіз. Яғни осыны тегізіп қайта ажыратқан жағдайда бензин насос қосылу керек. Егер ол қосылса, значит датчик істеп тұр деген сөз. Яғни көрейік. Қалай тексерейік. Мінекей көрдіңіздер. Сіздерге дауысы естілетінін білмеймін, естіле ме, естілмей ме. Бірақ мына жерден бензин насос қосылғанын көруге болады. Үй жағдайында осылай тексерсеңіздер, өздеріңізде болады. Міне көрдіңіздер. Бензин насос қосылып жатыр. Және де оны тестермен тексеру болады. Ол жайында басқа да видео саламын. Және де коленвалдың қандай да қызмет атқаратын жөнінде толықтай видео салатын боламын. Егер осы видео пайдалы ақпарат алып жатқан болсаңыздар, лайк басып, коммент қалдырып, парақшаға тіркеліп кетіңіздер.